Ел жаңалықтарына ойыссақ, еліміздегі жолаушы тасымалдайтын автобустардың 66% ескірген, ал жолды жөндемей туризмді ілгерілету қиын. Осылай деген мәжіліс депутаты Қайрат Балабиев маңызды мәселені көтерді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әділетті Қазақстанның экономикалық бағдарлау жолдауында еліміздің туристік әлеуетін пайдалануды және туризмнің серпінді жобалар қатарында болуға тиіс екенін тапсырған болатын. Бұл маңызды саладағы жұмыс дұрыс атқарылмай, басқа мемлекеттерден артта қалып келетінін атап өтті. Туризм әлемдік экономикада қарқыны төмендемейтін ең табысты бизнестің бірі. Тіпті тек туризмнен түскен табыстармен күн көріп отырған мемлекеттер бар. Ал Қазақстанның туризмі тұрпайы, жолдары жұпыны, жоғарымен байланысы, сервисті қызметі жоқтың қасы. Соның салдарынан табиғат тамаша аумақтардың игілігін көре алмай келеміз. Өзге елдерде екі қабатты автобус, комфорт такси, лайнер мен круиз жасатып жатқанда, бізде дала тұрмақ қалаларда жаңа автобустарға жармай жатыр. Автопарктер әбден ескірген. Қазақстанда жолаушыларды тасымалдайтын қолданыстағы 13.200 автобустың 66% тозығы жеткен. Қызмет ету мерзімі 20 жылдан асқан, ал пайдалануға жарамсыз санаттағылар 30%-дан асып кеткен. Дамыған елдерде олардың орташа қызмет ету мерзімі 5-7 жыл. Еліміздегі туризмнің дамыған аймақтар Алматы мен Түркістан қалаларында және облыс орталықтарында автобустар тапшылық етуде. Ескірген автобустар жолаушылар тасымалының сапасына және өмір қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді. Олардан шығатын газдар мөлшері рұқсат етілген нормалардан асатыны анық. Мұндай жағдайда жолаушылар тасымалының сапасы мен қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етуге болады? Осындай күйдегі автобустар мен туристерді тасымалдау ұят емес пе? Бұл көрініс еліміздің беделіне нұқсан келтіретін белгілі. Біз келген қонақтарға ең жоғарғы деңгейде қызмет көрсетіп, барынша қолайлы жағдай жасағанда ғана елімізге туризмнің дамуына жол ашып, шетелдіктерді тарта аламыз. Президент халыққа қолайлы жағдай жасау тапсырмасы аясында ескірген және экологиялық жағынан көп залал келтіретін көлік түрлерінен бас тарту керектігін ескерткен. Бізде зауыттар болғанмен олардың жылдық өнім шығару көрсеткіштері өте төмен. 2023 жылы ел аумағындағы 7 зауыт небары 3200 автобус ғана шығарған. Ал жалпы автобус паркіндегі жаңа автобустардың үлесі тек қана 7,4% ғана. Бұл көрсеткіштер жақын арада автобус паркін қажетті деңгейде жаңартып, ішкі сұранысты қанағаттандыра алмайды. Импортқа тәуелдігімізден арылтпайды. Сондай-ақ бұл салаға мемлекет пен кәсіпкерлер тарапынан инвестициялар да жетіспейді. Ал кәсіпкерлерге автобустарды өз қаражаттарымен сырттан әкелу тиімді емес. Өткен қайта өңдеу жинағы мен көлікті бастапқы тіркеуден өткізу рәсімі импорттық автобустарды өте қымбатқа түсіреді. Тек автобус ғана емес, жеңіл көліктердің кедендік рәсімдері, түрлі алым салымдары жалпы көлік бағасынан 2-3 есе артып, қанша жылдан бері көпшіліктің назарлығын тудырып жатқаны жасырын емес.